Баршаңызға қайырлы күн, қалдеріңіз қалай? Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сазан балығын өте дәмді етіп маринаттап, пеште пісіретін боламыз. Маринаттауға қажетті заттарды описание бөліміне жазып кетем. Сол жерден қарап, осы рецепт бойынша дайындап көруге болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Алдымен 2 сазанды жуып, тазалап, керек емес жерлерін алып тастап, 2 жағын бірнеше бөлікке бөліп алдым. Одан кейін маринаттап, фольга қағаздың үстіне жарты сағатқа қоя тұрдық, әбден дәмі сіңгенге дейін. Одан кейін қасына өте дәмдірек болсын деп, үйдегі бар көкөністерді қостық, картоп, сәбіз, қызанақ, жуаны және лимонды қосып, фольганың жан-жағын орап қойдық. Одан кейін, дайын болғаннан кейін, қызып тұрған пешімізге әкеліп салдық. 45 минутта өте дәмді, сочный балығымыз дайын болады. Міне көріп отырғандарыңыздай, буы бұрқырап, балық дайын болды. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, күнделікті салып отыратын осындай рецептерді жіберіп алмай қарап отыруларыңызға болады. Ас болсын.